қанды выделение келу, біз көп жағдайда замершая береміз, немесе выкидыш, немесе гематома дейміз, қанның үйіндісі дейміз. Гематома қай жағдайда болады? Егер де сізде прогестерон гормоны жеткіліксіз болатын болса, және де стресс көп болып, нерв талшықтарының нервтендіру жоғары дәрежеде болатын болса, сізде гематома пайда болуы мүмкін. Бірінші себеп, мен жаңа жоғарыда айтып кеткендей, прогестерон гормоны жеткіліксіздігі. Прогестерон гормоны жалпы жүкті кезде жоғарылауы керек. Егер де ол жеткіліксіз болса, оны біз сырттай қолдануымыз керек, алмастыруымыз керек. Соның нәтижесінде біз гематоманы кішірейтуіміз керек. Бұл бірінші жағдай. Екіншіден, біз жаттығуларды, немесе көп ауыр заттарды көтеруді, немесе жыныстық қатынасты біз тоқтатуымыз керек. Жалпы айтқан кезде жыныстық қатынасқа түспеу керек, ауыр көтермеу керек, және де міндетті түрде дәрігердің тағайындауын алып, егер де қандай да бір утрожестан, немесе дюфастон, немесе генапрогесс деген секілді препараттар берсе, дұрыс схемамен қабылдау керек. Ал егер оған да көнбей, қанның выделениесі жоғарылап жатса, сіз скорый шақыруыңыз керек.